Анна есімді қыз жігіті Мэтпен ұрсып қалып, жағажайдағы кештен кетіп қалды. Оның әпкесі Алекс сол жерде қалып қойды. Анна орман арқылы жүріп келе жатқанда, бір түрлі мазасыздықты сезінді. Алдынан бірнеше қоқыс дорбаларын көргенде, бұл сезім күшейе түсті. Дорбалардың ішінде оған үйіне барма деп ескерткен зұлым күш бар еді. Анна шошып, қаша жөнелді. Үйінің маңында анасының қоңырауының дауысын естіп, не болып жатқанын білуге барды. Анасы ауырып қалған соң, өз қалауымен қайық қоймасында тұрып жатқан. Анна анасының жалғыз екенін көрді, ал ол жалғыз болмауы керек еді. Анасының жағдайы нашар екенін түсінген Анна үйге әкесін іздеуге кетті. Үйдің іші бір түрлі болды. Анна өзін қауіпсіз сезінбеді. Кенеттен өрт шықты. Төгілген бензин кесірінен қайық қоймасы жарылып кетті. Бұл қорқынышты оқиға Аннаның психиатрға айтып берген түсі болып шықты. Сол зұлмат өрттен кейін Анна жиі сондай түстер көре бастады. 10 айлық психиатриялық емнен кейін доктор Зильберлинг Аннаның сауығып кеткенін айтты. Ол қызға қарапайым жасөспірім өмірін сүріп, бастаған ісін аяқтауға кеңес берді. Анна бірден палатасына жүгіріп барып, заттарын жинады. Парковкада оны әкесі күтіп тұрды. Кенеттен тағы бір науқас Аннаның қолынан ұстап, дәрігерлер ешкімді емдей алмайды деді. Бірақ Анна алға жылжуға бел байлады. Клиникадан шыққанда әкесін құшақтап, олар үйге бірге қайтты. Жолда Стивен қызына тосын сый дайындағанын айтты. Бұл оның авторлығымен жазылған Анна мен Алексқа арналған кітап еді. Тағы бір тосын сый печенье. Анна аш еді. Бірақ печеньені әкесінің жаңа сүйіктісі Рейчел пісіргенін естігенде, жеуден бас тартты. Үйіне оралғанына Анна қуанды. Терезеден әпкесі Алексті суға шомылып жүргенін көріп, оған қосылмақ болды. Бірақ есік алдында Рейчел оны күтіп тұрды. Ол Аннаны көргеніне қатты қуанышты екенін айтты. Рейчел өгей қызын риза ету үшін барын салып, оның құрметіне кеш ұйымдастыруды ұсынды. Стивен бұл ойды қолдады. Анна Рейчелге деген жек көрушілігін жасырмады. Сыртта жүріп, ол қайық қоймасының қайта салынғанын байқады. Бірақ бұрынғы қорқынышты естеліктер оны мазалауын жалғастырды. Аннаны естеліктерінен Алекс алып шықты. Қыздар бір-бірін құшақтады. Кейін Алекс Аннаға әкесінің Рейчелмен қалай жақындасып кеткенін айтты. Бастапқыда ол анасының жерлеу рәсіміне көмектескен, кейін олар ғашық болыпты. Кенеттен Алекс әпкесін өзін жалғыз тастап кеткені үшін кінәлай бастады. Және хаттарына жауап бермегеніне ренжіді. Анна ешқандай хат алмағанын айтты. Кейін ол терезеден қарап тұрғанда, әкесі мен әпкесінің ұрсып жатқанын көрді. Алекс хаттарды бермегені үшін әкесіне ренжулі еді. Және Рейчелді бұл үйге көшіріп әкелгеніне наразы болды. Бірақ Стивен қыздарына ештеңе демеді. Рейчел Аннамен жақсы қарым-қатынас орнатуға тырысты. Оның көңілінен шығу үшін тамақ дайындады. Ас үйдегі тақта жөндеуден кейін жоғалып кеткенін Анна байқады. Рейчел оны шатырға апарғанын айтты. Бұл Аннаға ұнамады, ол тамақтан бас тартты. Шатырда Анна ескі заттарды ақтара бастады. Қораптардан анасының қоңырауы мен отбасылық суреттерді тапты. Анасы ауырған кезде әкесі күтуші жалдаған екен. Ол Рейчел болған. Түнде әкесі мен Рейчелдің бөлмесінен құмарлық дыбыстары естілді. Анна құлаққап киіп, оларды естімеуге тырысты. Түн ортасында Анна қоңырауға ұқсас дыбыстан оянып кетті. Біреу есігінің сыртында тұрғандай болды. Кенеттен есік өздігінен ашыла бастады. Анна қабырғаға бұрылып, артында не бар екенін көруге қорықты. Қоңырау төсегінің жанында тұрған. Бұрылғанда ол төсегіне қарай еңбектеп келе жатқан қорқынышты жаратылысты көрді. Сол сәтте есік жабылып, Анна шошып оянды. Алекс оның бөлмесіне кіріп, айқай естігенін айтты. Қоңырауды көрген Алекс оны қайта шатырға апаруға кеңес берді. Бұл қоңырауды Рейчел үй жануарлары дүкеннен сатып алған екен. Ғашығының әйелі жақындағанын білу үшін. Келесі күні Анна ас үйге тақтаны қайта іліп қойды. Рейчел жөндеуге зиян келгеніне қарамастан қарсы болмады. Бірақ өгей қызына оны оңай сындыра алмайтынын ишаралады. Жастайынан Рейчел күшті болуды үйренген екен. Қыздар татуласып, суға шомылуға кетті. Мат қайықпен келе жатқанын көрген Алекс суға секіріп кетті. Оларға жеке уақыт қалдыру үшін. Мат әдеттегідей азық-түлік әкелді де, кеште болған жағдай үшін Аннадан кешірім сұрады. Бірақ Анна ренжімегенін айтып, өзін жақсы сезініп жүргенін жеткізді. Мат сол түні Аннаны іздеуге шыққанын және бір нәрсе көргенін мойындады. Сөзін Рейчел бөліп жіберді, ол Маттың қалаусыз бірдеңе айтқалы тұрғанын сезгендей еді. Кешке бүкіл отбасы теледидар алдында жиналды. Анна әкесі мен Рейчелді бірге көре алмай шығып кетті. Әкесінің жұмыс бөлмесінің есігі астынан көлеңке жылт етті. Анна кіріп, сол түнгі естеліктерге бойлады. Қоңырау даусын естіп, оның артынан барды. Өткенмен қазіргіден шекара жоғалып, Анна анасының қорқынышты бейнесін көрді. Ол Рейчелге қарай қолын созып тұрған еді. Анна айқай салғанда елес жоғалып кетті. Алекс әпкесінің айқайын естіп жүгіріп келді. Анна анасының оған бірдеңе айтқысы келгенін айтты. Ол өрт кездейсоқ болмағанына сенімді болды. Және Рейчелдің бұған қатысы бар деп есептеді. Содан бастап әпкелі сіңлілер Рейчел мен әкесін бақылай бастады. Өгей шешесін әшкерелеу жолдарын ойластырды. Рейчел қалаға бірге барып, сауда жасайық дегенде, Алекс Аннаға келісуге кеңес берді. Бұл оны бақылауға жақсы мүмкіндік еді. Қалаға барған олар дәмханаға тоқтады. Анна Рейчелдің әдемі інжу алқасын байқап,
қайдан алғанын сұрады. Рейчел оны бұрынғы науқастарының бірі сыйлағанын айтты. Ол бұрын күтуші болып жұмыс істеген, жиі қорлық пен кемсітушілік көрген. Бірақ оған шыдауға көмектескен ол науқастар ұзақ өмір сүрмейтінін, ал өзінің қалатынын білу екен. Осы сөздерден кейін Анна тағы да қорқынышты елестер көрді. Оның ішінде тісінде кездескен қызыл шашты қыз да бар еді. Бұл жолы Аннамен бірге екі ұл болды. Терезеден Матты көрген Анна Рейчелге дәл қазір саудаға баруды ұсынды. Рейчел азық-түлік таңдап жатқанда, Анна жүк тасушы болып жұмыс істейтін Матты табу үшін қоймаға барды. Алайда Маттың сөйлесуге уақыты болмады және түнде кездесуді ұсынды. Бұрынғыдай жасөспірімдердің әңгімесін тағы да Рейчел үзді. Ол Маттқа азық-түлік әкелудің қажеті жоқ екенін айтты. Стивен Рейчел мен Аннаның бірге уақыт өткізгеніне риза болды. Үйге кіріп бара жатқанда, Анна Рейчелдің әкесіне емнің әсер етпегенін айтып жатқанын естіп қалды. Анна Алексаны әкесінің жатын бөлмесінен тапты. Алекс Рейчелдің заттарын ақтарып, бірнеше тыныштандырғыш ампулалар мен шприцтерді тапты. Бұл үлкен күдік тудырды. Түнде әпкелі сіңлілер Маттпен кездесуге келісті жерге барды. Бірақ ол келмеді. Аннаның іші бір жамандықты сезді. Үйде Алекс Аннаны жұбатып, ертең Матты табатындарын айтты. Тек әпкесінің қолдауы ғана Аннаның есінен танып қалмауына көмектесті. Түнде Анна тағы да қорқынышты түстер көрді. Ол түн ортасында оянып кетті. Сол сәтте Матт терезеден кіріп келді. Оның киімдері су болған. Матт құлап, қатты жарақат алғанын айтты. Ол Аннаға сол зұлмат түн туралы шындықты айтқысы келген. Бірақ ол үлгере алмады, денесі қорқынышты метаморфозға ұшырай бастады. Матт Аннадан өзін құшақтауын өтінді. Бірақ қыз қорыққаннан бөлмеден қаша жөнелді. Атан қарасы тісе бастаған. Анна бөлменің есігін ашқанда, ішінде ешкім жоқ еді. Сырттан тікұшақтың дыбысы естілді. Қыздар жағаға барып, құтқарушылардың Маттың денесін судан шығарып жатқанын көрді. Ол сол түні қайтыс болған. Бұл Анна үшін анасынан кейінгі екінші үлкен қайғы болды. Шериф Эмери бүкіл отбасымен, оның ішінде Аннамен де сөйлесті. Оның айтуынша, бұл жазатайым оқиға. Рейчел мен Алекс таңғы ас дайындауға кеткенде, Анна әкесіне түнде Маттпен кездесуді жоспарлағанын айтты. Ол өрт туралы бірдеңе айтқысы келген. Сонымен қатар, Анна Рейчелдің бұл іске қатысы бар екенін тұспалдап жеткізді. Стивен қызына тоқтау айтып кетіп қалды. Анна әкесінің ешқашан оған сенбейтінін түсінді. Ол күні бойы жылап жүрді. Бұл үйде оны тек Алекс қана түсінеді әрі қолдайды. Анна айналасындағы адамдардың бәрі өзін жынды деп ойлайтынынан шаршады. Ол түнде Матт шынымен келгенін және оны ұстағанын дәлелдеу үшін қолындағы іздерді көрсетіп, әпкесіне сендірді. Алекс әпкесіне сеніп, Рейчел Саммерстің өткен өмірі жайлы барынша көп ақпарат жинауды ұсынды. Ең алдымен Алекс Рейчел бұрын жұмыс істеген агенттіктер мен ауруханаларға хабарласты. Бірақ әпкелердің таңданысына орай, күтушілер қауымдастығында Рейчел Саммерс есімді ешкім тіркелмеген болып шықты. Кешке Анна үйде кешке дайындалып жатқан Рейчелге барды. Рейчел өгей қызына інжу алқасын тағуды ұсынды. Кенеттен Анна өгей шешесінен шын есімін сұрады. Рейчел ұзақ үнсіз қалып, кейін бұл сұрақ ештеңе өзгертпейтінін айтты. Анна бұл туралы әкесіне айтпақ болды. Ал Рейчел сабырмен оған әкесі оның мінезіне алаңдап жүргенін және клиникадан шығарып алу шешесінің дұрыс болмағанын ойлай бастағанын жеткізді. Сол кеште кеш өтті. Алекс Рейчел бұл әңгімені әкесіне айтып қойғанына сене алмады. Анна бүгін ештеңе істемей, ертең полицияға баруды ұсынды. Стивен әлі де қызы мен Рейчелдің тіл табысарына үміттеніп, Аннадан ас үйде көмектесуін сұрады. Анна келісім берді. Рейчел өте қобалжулы болды, көп адамдар оның артынан өсек айтып жатқан. Ол өгей қызынан қоқысты шығарып тастауын сұрап, қонақтарға бет алды. Ас үйде Анна тағы бір қорқынышты елесті көрді. Шошып айғайлап, кейін шегінген Анна Рейчел ұзақ дайындаған асты абайсызда төгіп алды. Бұл жолы Рейчел қатты ашуланып, өгей қызына айғай салды. Алекс әпкесін құшақтап, Рейчелге оны жайына қалдыруын талап етті. Кеш бұзылып, қонақтар тарады. Кейінірек Анна әкесінің жеке бөлмесіне барып сөйлесті. Ол Рейчелді өтірікші әрі отбасын құртып жібергісі келетін адам деп айыптауды жалғастырды. Стивен қызының психиатрмен кездесетін уақыт келгенін айтты. Сол сәтте Анна әкесінің неке жүзігін шешіп қойғанын байқап қалды. Ол Рейчелге осы күзде үйленуді жоспарлап жүргенін мойындады. Стивен өзін қайтадан бақытты сезінетінін жасырмады. Келесі күні Стивен Нью-Йоркке өзінің кітабының таныстырылымына кетті. Рейчел өгей қыздарынан дұрысырақ киінуді сұрады, олар кешігіп жатыр еді. Сол күні Маттың жерлеу рәсімі өтті. Анна көзін Рейчелден алмай қарап отырды. Бірақ жылап тұрған жұрттың арасынан қызыл шашты қызды көріп, оны орманға дейін ізіне ерді. Ол және екі ұл Аннаны ескі зиратқа алып барды. Бұл үшеуі сол жерде жерленген екен. Болжам бойынша, олар бір үйдің балалары, әпкемен бауырлар. Интернеттен олардың тегін іздеген қыздар 96 жылы қайтыс болғандарын білді. Қылмысқа олардың бала күтушісі болған Милдред Кемп күдікті ретінде қарастырылған. Ол отбасының анасы қайтыс болғаннан кейін әкелеріне ғашық болып қалған. Бірақ полиция қанша тырысса да,
Милдред ешқашан түрмеге түспеген. Фотода балалардың анасында Рейчелдің тағатын алқасына ұқсас інжу алқа болған. Демек, Рейчел бұл алқа пациенттен сыйлық деп айтқан кезде өтірік айтқан. Қыздар Рейчелден асып түсу керек екенін түсінді. Бұл бәрінің соңғы түні болмақ. Алекс терезе арқылы Рейчелдің бөлмесіне кірмек болды. Ал Анна кілт тауып, есік арқылы кіруі тиіс еді. Анна Рейчелдің әшекей қорабын ашқысы келгенде, өгей шешесі кенеттен артынан пайда болды. Оның қолында сол алқа болды. Рейчел бұл алқаның еш мағынасы жоқ екенін айтты. Анна олардың шындықты біліп қойғанын айтты да, алқаны алмақшы болды. Сол сәтте Рейчел оған тыныштандырғыш егіп жібермек болды. Екеуінің арасында күрес басталды. Анна қашып құтылып, бір бөлмеге кіріп, ішінен жауып алды. Сол жерде ол еденде жартылай ес-түссіз жатқан Алексаны тапты. Алекс әлсіз даусымен Рейчел оған ине салғанын айтып, әпкесінен шерифке баруын өтінді. Анна кеткісі келмеді. Бірақ басқа амалы жоқ еді. Үйден жүгіріп шығып, көлікке отырған Анна қалаға бет алды. Рейчел оны тоқтатпақ болды, бірақ Анна кетіп қалды. Полиция бөлімінде ол Алекс екеуі анықтаған барлық шындықты айтып берді. Оның айтуынша, Рейчел шын мәнінде Милдред Кэм. Бұл теорияны інжу алқа дәлелдейді. Шериф Эмери абдырап қалды. Әсіресе Анна Алексаның үйде қалғанын айтқанда. Шериф Рейчел Саммерс туралы сұрау салып жатқанда, Рейчел диванда ұйықтап қалған еді. Ол анасы туралы жақсы түс көрді. Бірақ анасы еңкейгенде, оның орнында Рейчелдің өзі болды. Бұл түс емес еді. Ең қорқыныштысы, шериф Эмери Рейчелмен бірлесіп әрекет еткен болып шықты. Олар Аннаға бірге тыныштандырғыш еккен. Рейчел шерифке көмегі үшін алғыс айтты. Анна оны үйге әкеліп, бөлмесіне көтеріп апарғанын әрең еске түсірді. Рейчел алаңдаған сәтте Анна өткір затқа жетпек болды. Бірақ Рейчел оны байқап үлгерді. Есінен танар алдындағы соңғы сәтте Анна Алексаны көрді. Анна оянғанда, жандағы стелде тұрған өткір зат жоқ болып шықты. Белгілі болғандай, Анна ұйықтап жатқанда, Алекс Рейчелді өлтіріп тастаған. Алекс мұны істеуге мәжбүр болғанын айтты. Анна жылап жатқан әпкесін құшақтады. Осы сәтте әкесі келді. Үйдің алдында қыздарын есеңгіреген күйде көріп, не болғанын сұрады. Олар өртті Рейчел бастағанын айтты. Сонымен қатар Аннаның айтуынша, Рейчел оларға зиян келтірмек болған. Алекс есімін естігенде, Стивен одан сайын абыржыды. Өйткені оның айтуынша, Алекс 1 жыл бұрын қайтыс болған. Анна бұған сенгісі келмеді. Бірақ келесі сәтте ол шындықты жан түршігерлікпен түсінді. Рейчелді өлтіргенде, матты жардан итеріп жібергенде өзі болған. Бүкіл осы уақыт ішінде Алекс тірі болмаған. Өрт кездейсоқ болмаған еді. Сол зұлмат түні кештен қайтқан Анна әкесі мен Рейчелдің бірге екенін көріп, қатты ашуланған. Ол от қоймақ болды. Сол сәтте ішіп алған Алекс та кештен қайтты. Анна есікті тарс жауып кетіп бара жатқанда, қайық сарайындағы бензин төгіліп қалған. Қоңырау даусы шыққанда, Алекс анасына қарай барған. Екеуінің де тірі қалуына мүмкіндік болмады. Бұл бәрін түсінген сәт Анна шындықпен бетпе-бет келіп, есінен танып қалмас үшін, миы бұл қорқынышты естеліктерді жойып тастаған. Ол Алекс тірі деп елестетті. Барлық істегенін өзі жасаған, матты өлтіргенде, Рейчелді өлтіргенде өзі. Келесі таң атысымен полиция мәйітті алып кетті. Шериф Эмери Рейчелдің төлқұжатындағы аты мен жүргізуші куәлігіндегі есімнің сәйкес келмейтінін байқады. Стивен 3 жыл бұрын Рейчелдің есімін өзгерткенін түсіндірді. Бұрынғы жігіті оны қудалап жүрген. Оның шын есімі Рейчел Варжински. Аннаға кісен салынып, көлікке отырғызылды. Оның ойынша, Рейчел Милдред Кэмп, бірақ шын мәнінде бұл екі әйелдің арасында еш байланыс болмаған. Анна тағы да психиатриялық клиникаға орналастырылды. Доктор Зильберлинг бұрын айтқандай, ол бастап кеткенін аяқтады. Бір пациенттің сөзі рас болып шықты, дәрігерлер оларға көмектесе алмайды. Ал ол пациенттің есімі Милдред Кэм.